Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бүгін мен Қалыбек Айбек. Бүгінгі біздегі сабақтың тақырыбы ол психология. Өзімнің осы күнге дейінгі опытыммен бөлісіп өтсем, жалпы психологияда қандай маңызды атқаратын қызметтер бар именно трейдингке қатысты. В целом барлығымыз білеміз, трейдингтің психологиядан көбірек тұратынын. Жалпы психология бізде ең маңызды рөл атқаратын нәрсе. Көп трейдерлардың жіберетін ошибкасы именно торговляда білім бар, но именно психология жағынан слабый болуы мүмкін. Новичок трейдер мен опытный трейдердің айырмашылығы ол новичок трейдер психология жағын басқара алмауында, опытный трейдер более психологиядан сдерживать етеді өзін. Енді психологияның түрлеріне келейік. Жалпы бізде FOMO деген нәрсе бар, ол возможностьті жіберіп алу, және де лудомания. Барлығы осы кішігірім заттардан басталады. Мысалға, біз азанда тұрдық, позициямызды анализировать еттік полностью, но определенный бір моментте қолымыз босамай графиктен есеп қалдық, сәл алшақтап қалдық. Сол момент өзіміздің анализировать еткен позициямызды жіберіп алып, возможностьімізді несуіміз мүмкін, жіберіп алуымыз мүмкін. Ондай сәтте көп трейдерлардың жіберетін ошибкасы ценаның алысқа кетіп қалған көре тұра позицияға сол моменттен несеп кетуі, ілініп кетуі. Мүмкін ол психология қатты әсер еткеннен кейін цельдің шешілгенін немесе рыноктың коррекцияға кететінін барлығын ұмытып, в целом полностью несуі мүмкін, өзінің аккаунтын немесе личный дейтін үлкен минусқа түсіру мүмкін. Сол себепті айтылатын нәрсе, сол себепті күтілу керек нәрсе, ол бірінші очередьте эмоцияға берілмей, барлығын тщательно по ТС-ке сақтап, яғни торговый стратегия бойынша жұмыс жасап, коррекцияны күтіп, келесі тайминг уақытты күтіп, тура солайынан несуіміз керек, каждый раз позицияға кіріп отыруымыз керек. Бүгінгі күнде жіберіп алған позиция, ол может быть келесі 2 күнде қайтадан несуі мүмкін, берілуі мүмкін. Сол себепті бүгін үлгермедік пе, келесі күннің информациясын күту керек, немесе келесі сессияның информациясын күтуіміз керек. Келесі сессияның информациясын алғаннан кейін барып, с подтверждение алып, несеміз дальше продолжение жұмыс жасай аламыз. Если лонгқа да кірсек, немесе шортқа да кірсек те. Бүгінгі күнде в целом вообще позиция алып үлгермесек, немесе возможность берілмесе позиция алуға, тогда несуіміз керек. Біз просто ол ситуацияларды пропускать етуіміз керек. Каждый позиция новичок кезде немесе опытный болса да именно психология жағынан проблема болуы мүмкін. Каждый позиция ол адамға қандай болып көрінеді, идеальный болып көрінеді. Сол моменттен бастап уже не басталады, лудомания басталады. Яғни позицияны жіберіп алады, обратно бел ортасына немесе соңынан кіреді позиция, ол коррекцияға кетуі мүмкін, немесе реверс алуы мүмкін полностью. Сол моментте ол позицияны қайта-қайта ашып жауып, өзінің шотын также несейді, үлкен просадкаға түсіреді. Так, енді бізде ең ауыр тема ол лудомания. Көп трейдерлардың сырада кететін, көп трейдерларды стабильностьқа шығармайтын психологияның бірі ол лудомания. Лудомания қалай басталады, және де лудоманияның өзінен біз қалай сақтануымыз керек, сол жағын тағы да бір кішігірім айтып өтсем. В целом лудомания барлығы осы бір кішкентай нәрседен басталады, яғни возможностьті нестеу, жіберіп алу. Лудоманиядан қалай сақтанамыз? Лудоманиядан жаңа айтып өткендей, четкий торговый стратегия болу керек, четкий тайминг уақыт болу керек. Позицияға кіретін сол тайминг уақыттар бойынша, торговый стратегия бойынша жұмыс жасап, өзімізді кез келген немесе каждый позициядан несеп отыруымыз керек, шектетіп отыруымыз керек. Если ол позиция біздің торговый стратегиямызға келмесе, немесе тайминг уақытымызға келмесе, ол позиция алынбауы керек. Так, енді тағы да бір кездесетін жайт, ол көп адамдардың позицияға кіргендегі қорқыныш сезімі, немесе позицияда до конца отыра алмауы, соңына дейін отыра алмауы, оның барлығы тікелей осы психологияға әсер етеді.
өзімізді ондай нәрседен қалай сақтаймыз? Если біз позицияға четкий анализбен кіретін болсақ, четкий стратегиямен кіретін болсақ, тогда бізге каждый раз немесе 24/7 графиктің алдында позициямыз тейкке барғанша күтіп отырудың қажеті жоқ. Позицияңызға кірдіңіз, стоп тейкті қойдыңыз, дальше уже бізге өзімізді не істеу керек, графиктен алшақтату керек. Басқа да жұмыстармен айналыса тұру керек, отвлекать ету керек біз өзімізді графиктен. Сосын пока новичок кезде безубытыққа немесе безубытықпен жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Күнделікті бір позиция, либо ол стоп, либо тейк. Осылайынан біз 3 ай жұмыс жасайтын болсақ, алынған позициялардың барлығын журналға толтыратын болсақ торговый, и сол жерден өзіміздің ошибкамызды полностью не істей аламыз, көре аламыз. Бұның барлығы также психологияға кеп тірейді. Күнделікті позиция алу, күнделікті позиция кіру, былай айтқанда, если грубо айтатын болсақ, тупой жерден позиция кіру, оның барлығы осы бір лудоманияға алып келеді. Так, енді новичоктарға айтатын советім, торговый стратегия құру керек, торговый стратегия бойынша жұмыс жасау керек. Өзімізді каждый позицияға ілініп кетуден алшақтатуымыз керек. Тек өзіміздің торговый стратегиямызбен жұмыс жасауымыз керек. Сол кезде больше результат болады, больше прибыльный боласыздар, және де аккаунттың сливі не істейтін болады, азаятын болады. Так, онда мен өзімнің кішігірім опытыммен бөлісіп өттім, именно психология жайында басына өткен жайттарды немесе көп трейдерлардың болдарын айтып өттім деген ойдамын. Онда келесі видеода жолыққанша назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.